Тоқта, мен Сәулет мектеп-лицейінің 10 сынып оқушысы Төлеген Аминамын. Жас ана ұйымының көшбасшысымын. Егер сіздер жас ана ұйымының жүргізетін іс-шараларын, сонымен қатар біздің бір күнімізді көргілеріңіз келсе, онда осы бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Сәулет мектеп-лицейінің оқушыларының таңғы сәті осылайша басталады. Яғни бұл 15 минутқа созылатын жаттығу. Жаттығу жасау барысында оқушылардың бойына сергектік пен көңілдеріне шабыт пен шаттық үйіріледі. Ал келесі кезекте біз жас ұлан ұйымы болып бір кабинетке жиналып, сол жерден жоспарлап отырған іс-шараларымызды қарастыратын боламыз. Және соңында оның барлығын қорытындылап қабырға газет сияқты ілеміз. Біздің мектепте оқушылар мектеп атты жобасы аясында 20 минуттық кітап оқу акциясы да жүріп жатыр. Және ұзақ қоңырауда біздің оқушыларымыз домбыра тартып та үлгереді. 494 өнері ұлттық мәдени ағартушылық жобасының тұжырымдамасы бойынша біздің мектеп айтыс өнерінде өткізген болатын. Яғни бұл біздің оқушылардың тек қана білімді ғана емес, сонымен қатар дара шығармашылыққа жақын екендерінде бір дәлел бола алады. Еңбек күніне орай біздің оқушыларымызды қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мақсатында осындай шараны да жүзеге асырған болатынбыз. Спорт біз денсаулық кепілі дегендей, біздің мектеп оқушылардың денсаулығын басты назарда, басты мақсатта ұстайды. Сондықтан біздің мектебіміз осындай секциялар бойынша жұмыс жасайды. Мысалы, көріп отырғандарыңыздай, волейбол секциясы үнемі орын алып отырады және оқушыларымыз соған белсенді түрде қатысады. Біз жастар алаңына 5-6 рет жүгіріп, өздерімізде сергектік алып, денсаулығымызды біраз көтерген болатынбыз. Бұл күні оқушылар бір-бірімен белсенді қатысып, бір-біріне бәсекелестік ұстап, жарыстың қызығын көрген болатын. Ақсақалым асылым атты концерттік мереке кешінде біздің оқушылар 5-6 сынып оқушылары олардың алдында билеп, хор айтып, немесе ән айтып, олардың көңілдерін барынша көтерген болатын. Біздің мектеп үшін жас ұлан ұйымына қабылдау ең ірі іс-шаралардың бірі болды. Себебі дәл осы іс-шарада 5-ші сыныптың оқушылары төсбелгі алып, мойындарына көк галстуктарын тағып, өздерін жас ұлан ұйымына қабылдаған болатын. Яғни осы іс-шарада 9-шы, 10-шы, 8-ші сыныптар барынша атсалысып, хор, концерт, би билеп біздің көңілімізді аулады. Енді мектептің ішкі тынысына үңілетін болсақ, біздің оқушыларымыз белсенді әрі ақылды. Біздің мектепте 5-ші, 11-ші сыныптар аралығында таңдау өткізілген болатын. Яғни бұл мектеп парламентінің көшбасшысына өткізілген сайлау. Сайлауда оқушылардың барлығы анонимді түрде қағаз жазып, оны осындай жәшікке салған болатын. Бұған тіпті оқушылар ғана емес, сонымен қатар ұстаздар да қатысқан болатын. Енді біздің оқушыларымыз тек қана сыртқы жағдайда білімдерін көрсетпейді, сонымен қатар ішкі жерлерде, мысалы мектептің ішіндегі кіші қызметкерлерде шын жүректен көмектеседі. Яғни тіпті қоқысты да қалай дұрыс лақтыру керектігін, оларды қалай қолдану керектігін өздері де көрсетіп, дұрыс немесе бұрыс екенін кіші сыныптарға үлгі етіп көрсетеді. Біздің мектебіміз тек қана білім жағынан ғана емес, сонымен қатар шығармашылық жағынан басқа мектептерге, басқа облыстарға десек те артық етпейді. Белгілі. Мысалы, көріп отырғандарыңыздай, біздің Сәулет мектеп-лицейінің хор ұйымы Атамекен өнер ордасына барып, хор айтып, домбыра тартып, өздерінің өнерлерін көрсетіп, әрқашан жүлделі орындармен келетін. Енді 25 қазан республика күніне байланысты осындай орналастырған челленджге біздің мектептің барлығы қатысқан болатын. Яғни бұл біздің оқушылардың патриоттық сезімін оятып, олардан елінің сүйуіне қандай да бір септігін тигізді. Назарларыңызға рахмет.